Сәлем, бұл менің тілім, менің жолым. Каналыма қош келдіңіз. Түрлі қиындықтар да есте қалатын керемет әрі қызықты сәттер де болған. PN Language Academy тіл орталығымыз бар, бірақ та өмірімнің бір кезеңі Түркия елінде өтті. Көзқарасымды өзгертті. Тіл мен үшін жай ғана қарым-қатынас құру құралы емес. Бәріңізге сәлем, менің атым Пакия. Бұл арна менің жүрегіме жақын үлкен бір арманымнан басталды. Тіл үйрену, шабыт табу, біліммен бөлісу, пайдалы әрі қызықты ақпараттармен осы арнада бөлісуді шештім. Мен тіл маманымын, мұғаліммін. Қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерін толық меңгергенмін. Қазіргі таңда қосымша кәріс және араб тілдерін үйреніп жүрмін. Тіл мен үшін жай ғана қарым-қатынас құру құралы емес. Яғни ол одан да маңыздырақ, одан да бағалы дүниелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін бір кілт тәрізді. Менің тіл үйрену жолымда түрлі қиындықтар да есте қалатын керемет әрі қызықты сәттер де болған. Мен де басында сөздерді жаттаған кезде қиналып, жаттаған сөздерді ұмыту, я болмаса шатастыру деген сияқты түрлі қиындықтарға тап болғанмын. Осы қиындықтардан шығу үшін барынша уақытты тиімді әрі нәтижелі пайдалану үшін мен тілдерді зерттей бастадым. Осы жолды жүріп өткен маман ретінде сіздерге қандай тиімді тәсілдерді қолдануға болатынын және қандай тәсілдерді қолданып уақытыңызды кетірмегеніңіз дұрыс екенін сіздермен алдағы уақытта осы каналда бөліспекпін. Қазіргі таңда өзімнің туған әпкеммен бірге Астана қаласында PN Language Academy тіл орталығымыз бар. Менің әпкем де тіл маманы, көп тілдерді меңгерген маман. Тіл орталығымызда шәкірттерімізге тек қана тіл үйретіп қана қоймай, сонымен қатар әрқашан оларды қолдауға, әрқашан оларға шабыт сыйлауға, әрқашан оларға дұрыс бағыт-бағдар беруге тырысамыз. Біздің тіл орталығымызда онлайн және де офлайн форматта, топтық және де жеке форматта сабақ өтіледі. Бұл жай ғана тіл үйрену орталығы емес. Бұл жерде өсу, даму, тек қана білімді болуға ұмтылған тұлғалардың ортасы. Мен қазір Астанада тұрамын, бірақ та өмірімнің бір кезеңі Түркия елінде өтті. Ол жақта біз отбасымызбен бірге тұрдық. Жаңа мемлекетте ұзақ уақыт тұру, жаңа мәдениетпен танысу, жаңа тілді үйрену менің жалпы барлық затқа көзқарасымды өзгертті. Әрбір тіл сол елдің жүрегі дейді. Ал Түркия елі мен түрік тілі менің жүрегімнен ерекше орын алады. Себебі сол жақта алған тәжірибем мені мықтырақ әрі дербес етіп өсірді. Мен бос уақытымда теннис ойнағанды, суреттер салуды және де фото-видео түсіргенді, десерттер, тәттілер пісіргенді ұнатамын. Бұл істер менің ішкі балансты сақтау жолым. Себебі бұл істер маған күш-қуат, демалыс сыйлайды. Бұл арнада мен не көрсетемін? Тіл үйренуге арналған кеңестер, өзімнің тәсілдерім, жеке өмірім, кітаптар, хоббилер және де тілдерді үйренуге арналған тегін сабақтармен бөліскім келеді. Бұл жай ғана білім беру арнасы емес. Бұл ортақ орта. Ал бұл ортаны мен сіздермен бірге құруды қалаймын. Менің мақсатым тіл үйренуді түсінікті, шынайы әрі қолжетімді етіп көрсету. Арнама қош келдіңіз. Алда бізді қызықты сабақтар, пайдалы видеолар, шынайы әңгімелер күтеді. Жазылуды ұмытпаңыз, пікір қалдырыңыз. Қай тіл сіздің жүрегіңізге жақын екенімен бөлісе кетіңіз. Тілді бірге үйренейік. Бүгіннен бастаңыз. Бай-бай!